Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін 3-ші сыныптың қазақ тіл пәнінің 38-ші сабағын өтетін боламыз. Ендеше 5-ші жаттығуға назар аударамыз. Өлеңді оқы. Дүйсенбіде басы ауырып жатты. Сейсенбіде іші ауырды қатты. Сәрсенбіде аяғы ақсады. Бейсенбіде азу түсі қақсады. Жұма күні жөтел құсып, сенбі күні тобығы тайыпты. Ал жексенбіде құлан таза айықты. Сонда оның сырқатын қалай атау лайықты? Балалар, енді төмендегі тапсырмаларға назар аударамыз. Өлеңде қандай бала туралы суреттелген деп ойлайсың? Өлеңде өтірік ауырып сылтауратып, өтірік ауыратын бала туралы суреттелген, иә? Және неліктен жексенбі күні ауырып қалмады? Ойыңды бөліс. Өзің жексенбі күнді қалай өткізесің? Өлең кейіпкерлері туралы өз пікіріңді айт. Балалар, бұның барлығы да ауызша жаңағыдай айтылатын нәрселер. Бұл сұрақтарға өз ойларыңмен, өздерінің жексенбі күнді қалай өткізетіндіктеріңді жаңағыдай әңгімелеп берулерің керек. Балалар, келесі сұрағымыз: өлеңдегі қарамен жазылған сөздерге назар аудар. Олардың айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді. Балалар, бұл жердегі аптаның күндері жазылған, қарамен апта күндері жазылған екен. Яғни бұл жердегі н әріптерінің барлығы да м мен м-ға ауысады екен. Яғни алдыңғы сабағымызда өткендей екі дауыссыз дыбыс қатар тұрса, олар бір-біріне әсер етіп, айтылуда өзгеріске ұшырайды. Мінекей, сендерге төменге жазып кеттім. Дүйсенбі деген сөзді біз жазылу кезінде н әрпін қолданамыз, айтылу кезінде дүйсенбі деп м-ға ауысады екен. Сейсенбі, бұл жерде де м-ға ауысады. Сәрсенбі, бұл жерде де н әрпі м-ға ауысады екен. Бейсенбі деген сөзде де дәл солай н әрпі м әрпіне ауысады. Жұма күні деген сөз өз қалпында қалады. Сенбі деген сөзде де дәл солай сенбі м-ға ауысады. Жексенбі, бұл жерде де м әрпімен ауысады екен. Енді 6-шы жаттығу. Кестені толтыр. Бұл кестеде екі баған берілген: ұлдар және қыздар. Яғни бұл жерде Дүйсенбек ұлдарға қойылатын ат, және қыздарға осы апта аттарымен қойылатын аттар жазуымыз керек екен. Яғни Дүйсенбек деген ұлдардың аты бар. Сейсенбек, Жұмабек, Жұмабай деген сияқты, Жексенбай деген сияқты осы апта аттарына байланысты, апта күндеріне байланысты қойылатын аттар бар. Және қыздарға Жұмагүл, Дүйсенгүл және Сәрсенгүл деген сияқты жаңағыдай қыз балаға қойылатын есімдер бар екен. Дүйсенбек, Жұмагүл деп ат қою себебі неде деп ойлайсың дейді. Балалар, Дүйсенбек, Жұмагүл деп ат қою себебі, яғни аптаның дүйсенбі күнінде туылған балаларға Дүйсенбек, жұма күні туылған балаларға Жұмабай, Жұмагүл, Жұмабек деп ат қоятын болған. Яғни сол апта күндеріне туылғанға байланысты солай да жаңағыдай балаларға, ұлдарға, қыздарға ата-аналары, ата-әжелері ат қоятын болған екен. Балалар, енді 7-ші жаттығу. Ойлан тап. Жарты жылда неше ай бар дейді. Балалар, бізде бір жылда неше ай бар? Бір жылда 12 ай бар, 12 ай болса бір жылда, ал жарты жылда 6 ай бар балалар. Енді екінші: неше айдың аты р әрпіне аяқталады? Қаңтар, сәуір, мамыр. Мінекей балалар, осы 3 айдың аты ең соңғы әрпі р әрпінен аяқталады екен. Үшінші сұрақ: қай айда 28 күн бар? Балалар, барлық айда 28 күн бар. Мысалы, кейбір айлар 30 күнде бітсе, кейбір айлар 31 күнде аяқталады. Яғни барлық айда 28 күн бар екен. Сенбінің алдында келетін апта күнін ата дейді. Сенбінің алдында жұма келеді балалар. Жұмадан кейін сенбі келеді екен. Сенбіден кейін 3 күн өтті. Ол қай күн дейді? Ол күн сәрсенбі күні балалар. Сенбіден кейін 3 күн өтсе, ол күн сәрсенбі болады екен. Енді тапқан жауаптарыңды жаз дейді балалар. Ендеше осы сұрақтардың жауабын жазатын боламыз. Келесі шығармашылық үзіліс. 8-ші жаттығу. Жұмбақты оқып шешуін тап. Ағайынды 7-еуінің, жұмысы бар 5-еуінің,
жұмысы жоқ екеуінің. Яғни бұл жерде ағайынды жетеу біздің 7 апта күні. Бір аптада 7 күн бар, я? Яғни сол жетеуін ағайындылар деп алып отыр. Және оның 5-еуінің жұмысы бар екен. Яғни біз 5 күн жұмыс жасаймыз, я? Дүйсенбіден жұма күнге дейін аралықтарда біз жұмыс жасаймыз. Ал жұмысы жоқ екеуінің деген сөз сенбі, жексенбі күндері жұмыс жасамаймыз, демаламыз, яғни жұмбақта соны айтып отыр екен, я? Яғни бұл апта күндері екен. Сызбадағы апта күндерін ата және сол күндері не істегеніңді әңгімеле дейді. Балалар, бұл жерде дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма және сенбі, жексенбі. Яғни дүйсенбіден басталып біздің аптамыз жексенбімен аяқталады екен. Балалар, бұны да сендер өздерің орындайсыңдар. Яғни жексенбі күні сендердің күндерің қалай өтеді? Демалыста ата-аналарыңа, әжелеріңе, аталарыңа көмектесесіңдер ме? Және де сабақтарыңа қалай дайындаласыңдар? Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, яғни жұмыс күндерін, мектепке баратын күндерді қалай өткізесіңдер? Соны өздерің әңгімелейсіңдер. Осымен балалар, бүгінгі біздің 38-ші сабағымыз аяқталды. Осымен балалар, 39-ші сабаққа дейін сендермен қоштасатын боламын. Балалар, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қоюды ұмытпаңдар.